Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен хит болып жатқан трайфл рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. 4 жұмыртқаның үстіне қант салып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз, аппақ болып көпіргенше. Одан кейін ұн, қопсытқыш какаоны алып, үшеуін бірге араластыруымыз қажет. Құрғақ ингредиенттерді жұмыртқалы массаның үстіне 3 бөлікке бөліп, миксермен араластыра отырамыз. Егер барлығын бірден салатын болсақ, біздің корждарымыз аласа болып шығуы мүмкін. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай сұйық болып шығуы қажет. Енді қалаған формамызда пісірсеңіз болады. Форманың диаметрі маңызды емес. 180 градуста 25 минутта пісіреміз. Піскенін ағаш таяқшасымен тексеріп көрсеңіздер болады. Ал енді крем дайындаймыз. Ыдысымызға кілегейімізді салып, миксермен араластырамыз. Кілегейіміз салқын болуы қажет. Арғарай үстіне қант ұнтағын салып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Енді үстіне сүзбелі ірімшікті салып, жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Міне достар, біздің коржымыз дайын болды. Мен алдын ала суытып алдым. Коржымызды бір пергамент қағазын үстіне қойып, осылай видеодағыдай үстіңгі пергамент қағазын алатын боласыздар. Ал енді біз трайфлды жинайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай ыдыстар қажет. Егер сізде бұндай ыдыс болмаса, стаканға да жинауға болады. Енді үстіне дайын болған кремімізді салып шығамыз. Ең басты ескеретін нәрсе, корждарымыз ыстық болмауы қажет. Өйткені креміміз еріп кетуі мүмкін. Кремнің бетін пышақпен әлде қасықпен туырлап шықсаңыздар болады. Енді трайфлымызды мұздатқышқа салып қоямыз. Енді шоколадты глазур дайындайтын боламыз. Кілегейдің үстіне шоколадты салып, баяу отта қозғап тұрамыз. Енді шоколадты глазурымызды суытуымыз қажет. Бағанағы трайфлымызды мұздатқыштан алып, шоколадты глазурды үстіне құйып шығатын боламыз. Үстіне өзіңіз қалаған заттармен әсемдеуге болады. Міне біздің трайфл дайын, дәмі өте керемет шыққан, дәмі ауызда ерейтіндей. Негізі трайфл дайын болғаннан кейін мұздатқышта 1 сағатқа салып қою қажет. Егер салмасаңыздар, оның кремі ағып тұрады. Сіздермен бірге болған Аида. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да көп рецептермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.